Саламатсыздар, қалдарыңыз қалай? Жағдайларыңыз қалай? Барлығы жақсы ма? Аман есен жүріп жатырсыздар ма? Бізде астанада күн суып кетті. Киініп алдық қайтадан. Саламатсыздар. Мен шығып отырған себебім анау мен өзімнің авторлық әлеуметтік жоба бастап отырмын. Үздік болар, үлгі болар үздік деген әлеуметтік жоба. Бұл жобаның мақсаты, мен өзім мұғаліммін ғой негізі. Мен өзім мұғаліммін, кәдімгі диплом бар, физик, информатикпін. Мынадай нәрсе бар. Жақсы оқып жүрген балаларды қолдау барысында ғана, сондай мақсатта ғана өзім бастап отырмын, болды. Сол балаларды бір қуантайыншы деген. Сондай ғана мақсатым бар, болды. А дальше қалай болады, оны бір Алла ғана біледі. Теңіз тамшыдан құралды да, әуелде. Теңіз тамшыдан құралды. Миллиондар ол бір тиыннан құралды. Солай өзі. Миллиардтар да бір тиыннан құралды. Миллион теңге болмай қалады, егерде сіз одан бір теңгесін алып қойсаңыз, немесе бір тиынын алып тастасаңыз, ол миллион болмай қалады да, тура сол сияқты. Бұл әзірге 10 балаға, әр балаға 10 мың теңгеден сыйлығым бар деп бастап отырмын. Биыл бастап отырмын. Авторлық жобам. Ары қарай Алла біледі, алдағыны бір Алла біледі. Солай. Бұл жобаның талаптары бар, бірақ өзінің талаптары бар. Бірінші талап, бала 1-10 класс арасында қазақ сыныбында қазақ тілінде білім алуы керек. Бұл ең бірінші талап. Бұлай болмайды, менің балам орыс мектебінде оқиды, бірақ қазақша өте жақсы біледі. Жоқ, олай емес. Машинамды сөндіре салайыншы. Бала қазақ сыныбында қазақ тілінде білім алу керек. Бұл ең бірінші талап. Екінші талап, бала осы биыл 2025-2026 оқу жылында бүкіл сабағынан 5 болу керек. Және соны растайтын табелі болу керек. Сосын электрондық күнделіктің фотосы керек. И мақтау қағазы керек. Мақтау қағазын скриншоттап фотомен жібересіздер. Оларды қазір тексеру қиын емес. Бәрін тексере саламыз. Ол қиын емес қазір, е? Құжаттарды 25-30 мамыр аралығында ғана қабылдаймыз. Оған дейін сіздер жібере алмайсыздар, себебі балалар мақтау қағазын алған жоқ әлі. Оқу жылы аяқталған жоқ қой әлі. Қалай жібересіздер сіздер? Мен мына жақта көп адамдар түсінбей отыр да әлі де. Анық жазылып тұр. Посты анық оқыңыздар. Прямо жазылып тұр, болды. Апаны жазылып тұр. 25-30 мамыр аралығында ғана қабылдаймыз. 5 күн ғана қабылдаймыз. Келесі. Бастауыш сынып 1-4 сынып оқушыларына 3 орын, 5-8 сыныптарға 4 орын, 9-10 сыныптарға 3 орын. Яғни әр балаға 10 мың теңгеден сыйлық беріледі. Болды, талаптар оп-оңай. Ары қарай ол баланың анасы, немесе әкесі, немесе атасы, немесе әжесі менің инстаграм парақшама, YouTube каналыма тіркелген болу керек. Ол міндетті түрде болу керек, тіркелу керек. Сосын менің парақшамды, YouTube каналымды тарату керек. Сіздер онсыз да керек жоқ нәрселерді таратып атасыздар ғой. Бұның жанында менің парақшамды таратқанға ешқандай да былайша айтқан кезде зияны жоқ та. Мен негізі зиянды нәрселер айтпаймын негізі. Себебі әлемнің тартылсаңын білем ғой мен. Сондықтан да мен өте тәртіпті қатты ұстаймын. Ал ары қарай болды, оп-оңай ол. Мен бірдеме сатып алыңдар деп атқан жоқпын. Бұған дейін
осыған дейін мен уже 4 жыл болды әлеуметтік желіде жүргеніме. Бұған дейін менің кітаптарым бар. Сол кітаптарды сатып алған чегіңіз болса болды. Все. Мен обязательно сатып ал деп отқан жоқпын ешкімге. Биыл сатып ал, қатыс деп отқан жоқпын. Жоқ. Бірақ бүкіл талаптар орындалып тұр, бірақ менің кітабымның хотя бы біреуін сатып алмадыңыз ба? Жоқ, ендеше әлеуметтік жобаға қатыса алмайсыз. Себебі мен ол 10 балаға беретін 10.000 теңге сол кітаптарымның ақшасына берем ғой, мен оны, содан берем ғой. Солай ғой. Мен кітаптарымы сатам, оны анықтан ашық айтам ғой, кітаптарым сатылымда бар деп. Сол кітаптарды чегіңізді растасаңыз болды, сол ақшадан берем мен, сол жақтан берем. Мына жаққа балаларға, әр балаға 10.000 теңгеден сыйлық берем. 10 балаға ғана, 10 бала. Алғашқы келген балалардың ішінде, бірақ ең бірінші келдім екен, мен тіркелдім екен деп ойлап қалмаңыздар. Бүкіл талаптарға сәйкес болу керек та. Бүкіл талаптарға сай кеп тұрса, болды. Болды. Мен ана танысыма берем, туысыма берем, жоқ. Ондай болатын болса, өйтіп әлеуметтік жоба жасап, зачем ол маған? Оның қажеті жоқ ол. Болса да туысыма бере салатын болсам, болса да танысыма бере салатын болсам, мен елді өзі әбігерге салмайтын адаммын. Рас, мен бәрі білет, менің таныстарым, жанымда жүрген жақындарым бәрі білет. Мен өзі елді әбігерге салмайтын адаммын. Болса да танысыма беретін болсам, болса да туысыма беретін болсам, мен бүкіл елді әуре қайтем мен. Есіңізді біліңіздерші. Қайтем мен онда елді әуре қылып? Жоқ. Просто менің осында талаптарым бар, болды. Ол менің талабым ол. Менің талабым болды. Шу, оп-оңай, тапсырыңыздар. Сіздің балаңызға бұйырған болса, болады. 10.000 теңге сіздің балаңыздікі. Алдағын Алла біледі. Ендігі жылғыға, может быть, ілініп қалар. Может быть, ендігі жылы мен сыйлық қорымның құнында өсірермін, Алла бұйыртып жатса. Оны бір Алла біледі. Алдағын Алла біледі. Алдағын Алла біледі. Ал қатап қазір мен бастап отырмын, болды. Болды. Ешкімге зиян келтірмейді. Керісінше, мен өзі білімді балаларды жақсы көрем, еңбекқор балаларды жақсы көрем. Жалпы өзім жақсы көрем мен. Білімді адамдарды, жаңағы жақсыға ұмтылып жүрген адамдарды, қателігін түсініп, жақсылыққа қарай ұмтылған адамдарды мен өзім жақсы көрем. Ол менің талабым, ол менің талабым. Елдер ертең маған атақа жасап кетпеңіздер, ойбай қателескен адам ше, анау ше. Мен Құдай емеспін, болды. Мен Құдай емеспін. Все. Мен адами тұрғыдан ғана айтам. Адами тұрғыдан ғана айтам. Болды, мен Құдай емеспін. Сондықтан да мен адамдылығымды, пендешілігімді жасайым. Мен өзім еңбекқор адамдарды жақсы көрем. Рас айтам. Анау сұрана бермейтін адамдар жақсы көрем мен. Пиш деген адамдар. Мен енді не от того, что мен олар жек көрем. Нет, маған ұнамайды ондай қасиет. Ұнамайды ондай қасиет. И все, маған ұнамайды. Может быть, елге ұнайды шығар, маған ұнамайды ондай қасиет. Бір Алла деп қана өмір сүрем, болды. Бір Алла. Все. И точно так же сіздер де солай өмір сүріп үйреніңіздер. Мен білмеймін, бұл жақсы, жаман білмеймін мен оны. Оны білмеймін ғой. Адам баласы білмейді ғой, негізі. Қайсысы жақсы, қайсысы жаман білмейді. Бірақ әйтеуір андай мынау қазіргі ақпараттық заман өте күшейген уақытта қарсы бетке андай зиян келтірмеу керек. Болды. Қарсы бетке зиян келтірмеу керек. И все. Негізі солай өмір сүрген оңай негізі. Негізі солай оңай ғой. Чем анаумен арпалысып, мынаумен арпалысып, анаған ақыл айтып, мынаған ақыл айтып, өмір бітіп қалады ғой. Өмір бітіп қалады ғой. Дененің шектік уақыты бар ғой. Дененің шектік уақыты бар. Солай. Сондықтан да бұл менің алғашқы әлеуметтік жобам. Үлгі болар үздік. Биыл бастадым. Негізі бұл менде көптен ойымда жүрді. Тағы да ойымда жүрген жобаларым бар. Әлі піскен жоқ та. Әбден піскен кезде айтам. Бірақ мен бұл жобаны
Мен және осы әлеуметтік салда болды. Біреуге айтып, кеңес сұрап, жоқ, ондай әдет жоқ менде. Вот мен білмеймін, ол жақсы ма, жаман ба, мен оны білмеймін. Кеңес сұрамаймын мен адамдардан. Білмеймін, ол жақсы, жаман, сіздер де сөйтіңдер деп айтпаймын, мен олай айтпаймын. Потому что менің Аллаға деген сенімім күшті. Мен Аллаға қатты сенемін, өте қатты сенемін. Ол дұрыс болса, Алла жасайды өзі. Қайырлы болса, Алла жасайды. Берекелі болса, жасайды соңы. Ал егер дұрыс болмай жатса, Алла өзі белгі береді ол. Солай өзі, Алла белгі береді ол. И все. Өте дұрыс. Жақсылық көбейсін, білімді балалар көбейсін. Өте керемет жазып отырсыздар. Білімді балалар, ол біздің Қазақстан мемлекетінің болашағы ол. Шынымен де солай ол. Еңбекқор адамдардың көбеюі, масылдардың азаюы деген сөз ол. Любой нәрсенің екінші жағына қараңыздар. Еңбекқор адамның көбеюі, ол Қазақстан мемлекетінде масылдардың азаюы деген сөз. Білімді балалардың көбеюі, мына жақта, әлгіндей, қалайша айтсам екен, опять же, білімген, жаңағы ұмтылмаған балалардың санының азаюы деген сөз. Болды. Біз бір таяқтың екі ұшы бар, біз бір-ақ жағын ғана көреміз ғой. Бір-ақ жағын, екінші жағын көрмейміз ғой. Екінші жағын Алла біледі. Алла ғана біледі. Солай ол. Сондықтан да менің оқырмандарымның, менің кәдімгі тіркеліп, менің каналдарыма тіркеліп алған оқырмандарымның балаларына ғана арналады. Анықтан ашықтан ашық айтам. Болды. Менің каналдарыма тіркелген адамдарға ғана арналады бұл жоба. И все. Болды. Басқа адамдар бастарыңды да ауыздарыңды ауыртпаңдар деген сөз ғой бұл. Түсіндіңіздер ғой? Басқа адамдар ауыздарыңызды да ауыртпаңыздар, бастарыңызды да ауыртпаңыздар. И все. Менің инста кітабыма, менің YouTube каналыма тіркеліп алдыңыз ба? Все, сіздің балаңызға арналады. Болды. Оп-оңай. Қиындық жоқ. Оп-оңай. Қайта балалар, білімді балалар, біздің де, менің де еңбегіме сыйлық беретін адамдар бар екен ғой дейді. Болды. Баланың еңбегін бағалау жоқ. Оған я не имею права, потому что мен айдаладағы мамамын. Сіздің балаңыз үшін мен айдаладағы мамамын. Шатыстырмаңыздар. Сіздің балаңыздың еңбегін бағалайсыз, сіз ғана бағалайсыз. Әкесі бағалайды, анасы бағалайды. Айдаладағы мен бағаламаймын оны. Я не имею права. Сіздің балаңыздың еңбегін мектеп бағалайды. Себебі мектепте білім алып отыр. Түсінесіздер ме? Бұлай тереңірек қаза бастаңыздар, сонда адамдардың келесі бір адамға өкпелеуі, мемлекетке өкпелеуі, айдаладағы біреуге өкпелеуі өшіріліп кетеді ол. Өшіріліп кетеді и все. Оказывается, солай екен ғой. Мен өзім үшін өмір сүріп жүр екен ғой. Біреу үшін емес екен ғой. Мен неге бәлденем мен? Неге бәлденіп жүрмін осы елге, неге бәлденіп жүрмін? Неге мемлекетке бәлденіп жүрмін, Мен өзім үшін өмір сүріп жүр екен ғой деген түсінік келеді. Әрине санасы болса ғана. Санасы болмаса қайда келеді оған? Солай. Жақсы. Эфирді сақтап қоям. Негізі тәртіп бұзбай.
Ал жақсы. Сау болыңыздар. Амандықта жүздескенше. Рахмет, бәріңізге рахмет. Сәттілік тілеп жатқан, ақ жол тілеп жатқан кісілер барлығыңызға рахмет. Барлығыңызға. Сіздерге де барлығыңызға сәттілік тіледім. Бәріңізге ақ жол тіледім. Қайда жүрсеңіз де аман болыңыздар. Мен бір білесіз ме? Бәй, тағы өстіп тағы сөйлем ғой мен. Машинада жүрем, за рулем жүрем. Менің елдермен анда ұрсып жүретін уақытым жоқ. Өзіммен өзім әвгер адаммын негізі мен. Өзіммен өзім әвгермін. Жолда кетіп бара жатқан адамдардың барлығын ой жолдарың болсыншы. Қайда кетіп бара жатсаңдар жолдарың ашық болсыншы, аман болыңдаршы. Сөйтіп жыбырлап сөйтіп жүремін мен. Білмеймін ол дұрыс па, дұрыс емес па, мен оны білмеймін ол. Әйтеуір сөйтіп жыбырлап жүреміз. Жыбыр етіп. Зато елмен ұрсып отыратын уақытым жоқ. Рас айтамын. Әйтпесе білесіздер ме? Қазаңыздар ба, қазасыздар ма, боқ шыға береді. Рас айтамын. Өткенге өттіңіздер ма, боққа малынық қаласыздар. Зачем? Алла айтты ғой. Өткен шақ жабыңдар деді ғой. Болды ғой. Аллаға қарсы келетінде қауқары бар адамдар болса, пожалуйста, менде ондай күш жоқ болып тұр да. Менде ондай күш жоқ. Бір Алла, и все. Болды. Давайте. Алла жар болсын бәріңізге. Мен сен Аллаға сенем. Болды. Алла жар болсын. Аман есен болыңыздар. Амандықта болайық.